Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар? Сіздермен бірге мен Нұреке. Біз бүгін Блоксфруттағы барлық стиль бояны аламыз. Барлық стиль бояны алып, содан кейін біз ол стиль бояларын бәрін қосып год хуман жасадық. Біз алдыңғы бөлімде біз супер хуман жасадық. Бұл жолы енді год хуман жасайын деп жатыр. Ол ең мықты стиль боя. Ал бізге ең бірінші керегі ол шаркмен карате. Шаркмен каратені алу үшін сендерге осы ключті осы екінші мирдағы островтағы бостан түсіріп аласыңдар. Сосын оны ана жерде мен жаңа сөйлескен NPC-мен сөйлесіп, осы стиль бояны сатып аласыңдар. Ал бізге екінші керек нәрсе ол драгон талон. Оны алу үшін сендер үшінші мирдағы замок привидениеге келесіңдер. Содан кейін осы жердегі NPC-ларды өлтірсеңдер, сендерге кости түседі. Ол костиді жинап сендер осы үйді көріп тұрсыңдар ма? Осы үйге келесіңдер да, қазір ақша қойын. Осы жерге келесіңдер да, обменять етесіңдер костиді. Костиді обменять еткен кезде сендерге осы суреттегідей огненный эссенция түсу керек. Огненный эссенцияны түсіргеннен кейін сендер осылай төбеге шығасыңдар. Мен қазір Буддамен шығасам төбеге. Сендер басқа фруктпен түсіңдер, басқа фруктпен шығасыңдар. Осылай төбеге шығасыңдар. Содан кейін осы жерде NPC тұрады. Осы NPC-мен сөйлесесіңдер. Оған мен уже беріп қойдым. Сөйтіп сатып аласыңдар. Оған 5 миллион белли и 5000 фрагментке осы ең топовый стиль бояны сатып аласыңдар. Ал сендер бұл стиль бояны алу үшін ол ең оңайы. Ол екінші мирдағы ледяной замок бар. Сол жердегі Айс Адмирал версия X-ін өлтіресіңдер. Одан кейін сендерге көк ключ түседі, көк түсті ключ. Ол бәріңе түсе береді, ол шансы көп. Мына көріп тұрғандардай осы көк ключ түседі. Сосын сендер бір комнатаны ашасыңдар да, сол замокта осы қызбен сөйлесіп сатып аласыңдар. Енді сендерге қазір мен ойындағы ең соска стиль бояны алуды үйретемін. Сендер бірінші осы үшінші мирдағы осы NPC-мен сөйлесесіңдер, Черепаший островтағы. Сосын ол сендерге задание береді. 30 секундтың ішінде осы мейшнға келулерің керек. Кафеге типа түсінесіңдер, өздеріңді білесіңдер. Осы кафеге 30 секундтың ішінде келесіңдер. 30 секундтың ішінде келгеннен кейін задание орындалады. Сосын сендер обратно сол NPC-ға қарай барасыңдар. Главное 30 секундтың ішінде үлгерсеңдер болды. Уже сендердің заданияларын орындалып қояды. Сендер осы жерге қайттан келесіңдер да стиль бояны сатып аласыңдар. Вообще easy. Біз уже 4 стиль бояны да алып, оның бәрін дамыттық. 5-шісі ол супер хуман, оны да дамытасыңдар сендер 400-ші мастерствоға шейін. Барлық стиль бояны 400-ші мастерствоға дамытқаннан кейін сендер уже год хуман аласыңдар. Год хуманға керек нәрселер мен уже қазір экранға шығарам. Көріңдер осы жерден бізге керек нәрселер ол барлық стиль бояға 400-ші мастерствоға. Сосын 5000 фрагмент, 5 миллион белли. Сосын осы материалдар керек. Өздерің экраннан көріп тұрсыңдар. Оның алатын жер уже Черепаший островта. Осы ағашқа келесіңдер. Бұл жерге қалай келгенімді сендер видеодан көріңдер. Енді осылай ағаштың орта жағында осындай тесік болады. Осы тесікпен астына түсесіңдер. Сол жерде NPC болады. Осы NPC-дан сендер долгожданный год хуманды сатып аласыңдар. Ол 5 миллион белли тұрады и 5000 фрагмент. Ең кайф, ең PvP-ға да, ең бәріне кайф стиль боя осы. Ал егер тура осындай прокачкадағы аккаунттар керек болса, сатып алғыларың келсе, маған жазыңдар. Осындай год хуманы бар, Max Level бар аккаунттың өзі 590 теңге тұрады. Осындай уақыттарын құртқыларың келмесе, маған личкама жазып сатып алсаңдар.